Исламның 5 тірегі бар. Бірінші тірек «Ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулаллах» деп куәлік беру. Куәлік ол біліп және айқын сенген нәрсесін тілмен айту. «Ла илаха иллаллах» куәлігінің 2 тірегі бар. Біріншісі «Нәфи» жоққа шығару. Аллахтан өзге біреу құлшылыққа лайықты екенін жоққа шығару. Бұл «Ла илаха» сөзі мағынасы құлшылыққа лайықты ешкім жоқ. Екінші «Исбат» растау және бекіту. Аллахтың құлшылыққа лайықты екенін бекіту. Бұл «Иллаллах» сөзі мағынасы Аллахтан басқа. Толық мағынасы Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ. Құлшылықтың тілдік мағынасы бойсыну, өзін төмен түсіру. Шариғи мағынасы Аллахтың жақсы көретін және жасырын болған істер мен сөздер.